Сәлеметсіздер ме? Бұл видеода мен сіздерге өте оңай әрі тез дайындалатын ерекше десерттің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Қалай шыққанын көру үшін видеоны соңына дейін үзбей қараймыз. Және де мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып отыруларыңызды сұраймын. Ал бисмилля, кеттік. Ол үшін бізге бар болғаны 2 ингредиент қажет. Біріншісі банан, екіншісі печенье. Мен мында 2 бананнан жасап қанша штук шығатынын көрсетемін. Алдымен бананды міндетті түрде тазалап, кесіп аламыз да, ыңғайлы болу үшін. Сосын ыдысқа салып, оны майдалап еземіз. Мен мында вилканың көмегімен езіп жатырмын. Одан кейін менде шоколадный печеньелер. Осы печеньелерді пакетке салып, оқтау арқылы езетін боламын. Әлбетте, блендеріңіз болса, блендер арқылы езсеңіз де болады. Мінекей, өте әдемі езілді. Енді бұл ұнтақталған печеньелерді бананның үстіне салып, әбден араластырамыз. Бұл бірінші салғаннан кейін қоспамыз әлі тығыз болған жоқ, сондықтан екінші рет тағы да салып араластырамын. Қоспамыз әбден тығыз болу керек, оның өзінде дөңгелек пішінге келмейді, сондықтан жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Мінекей тоңазытқыштан шықты, әбден тығыздалған күйде. Енді оны дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Сосын менде жаңағы печеньеден ұнтағынан қалғаны бар, және де кокос ұнтағы бар. Осылай дөңгелек пішінге келтіріп, бірінші кокос ұнтағына орап дайындап аламын. Мінекей осылай дөңгелек десерттеріміз дайын. Келесін печенье ұнтағына ораймын. Осылайша менде 2 бананнан 6 десерт дайын болды. Ал мінекей достар, осылай әдемі түріде, әдемі дәміде, әдемі десертіміз дайын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Маған өзіме өте қатты ұнайды. Сізге де ұнайды деген ойдамын. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау, саламат болыңыздар.